Бақыт деген, бақыттың нақты теориясы жоқ, болған да емес, болмайды да. Себебі бақытты әркім өзінше бағалайды. Біреулерге бақыт денсаулық, біреулерге мансап, біреулерге ақша, ал біреулерге отбасы. Ал кейбіреулер үшін өмірдің өзі бақыт. Әйтеуір әркімнің өз түсінігі бар. Менің ойымша, мансап, ақша, материалдық байлық ешқашан бақыт бола алмайды. Мүмкін біреулер үшін бақыт шығар, бірақ бұл тәннің қалауы. Ал шын бақыт жанның қалауын қанағаттандырса керек. Бақыттың бағасы байлықпен өлшенбесе екен. Себебі ақшаның артынан қуып адасқандар қаншама. Яғни ақша бақытқа бастар жол емес, керісінше қайғыға әкеп соқтыратын қара жол. Біздің жанымыз мейірімділік пен махаббатты қалайды. Ал біздің мейірімділік пен махаббатты ата-анамыздың сүйіспеншілігі мен отбасымыздағы жылулық арқылы сезінеміз. Демек, шын бақыт ол біздің ата-анамыз, отбасымыз. Біздің жанымыз ізгілік пен ізеттілікті жақсы көреді. Біз ізгі істер жасау арқылы біреулерді қуанта алсақ, біздің жан дүниеміз екі есе қуанары сөзсіз. Яғни, жақсылықты жасай алудың өзі бақыт. Жалпы бақыт біздің болашағымыз, арманымыз, әрбір күніміз, ата-анамыз, отбасымыз, өміріміз. Айта берсек өте көп. Бірақ бір сөйлеммен қорытындыласақ болады. Бақыт Мұқағали Мақатаев атамыз айтқандай, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргеніміз. Қымбатты мен көрермендерім, деніміз сау, басымыз аман, бақытты болайық.